Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы дыбыс үндестігі. Бүгінгі сабақта сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айтуды үйренесің. Сабағымызды бастамас бұрын мына ребусты шешіп көрелік. Жарайсың. Сенің жауабың менің жауабыммен сәйкес келеді деген ойдамын. Ендеше тексеріп көрейік. Бұл ребустың жауабы топырақ екен. Ендігі кезекте назарыңды келесі бейнебаянға аудар. Вики, бері кел! Вики, бері кел деймін. Дана, сен сөздерді дұрыс айтпай қате сөйлеп тұрсың. Қате? Аға, мен Вики бері кел деп айттым. Ол сөздер солай жазылады. Иә, жазылуы бойынша дұрыс. Бірақ сөздердің айтылуы мен жазылуы барлық уақытта бірдей бола бермейді. Қатесіз сөйлеп, қатесіз жазу үшін мен саған дыбыс үндестігін үйретейін. Сөз бен сөздің, түбір мен қосымшаның арасында қатар келген дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, дауыссыз дыбыстың көрші дыбыспен өзара үндесіп айтылуын дыбыс үндестігі дейді. Вики, бері кел. Ал мынау басшы болып айтылады. Бірақ жазуда түбірлер сақталып жазылады. Ал қатаң Қ, К, П дыбыстарына аяқталатын сөздерге дыбыстарынан басталатын қосымшалар жалғанғанда Қ, Ға, К, Г-ге, П, Б-ға ауысады. Және дыбыс үндестігі бойынша түбірі сақталмай жазылады. Мысалы, құлақ, құлағым, жүрек, жүрегім, доп, добым болып өзгереді. Мен де осылай жазып жүрмін. Бірақ дыбыстардың өзгеріп кеткенін байқамаппын. Сенің бері кел деп айтқаның, құлақым, жүрегім деп айтқанмен бірдей қате екенін түсіндің бе? Иә, дыбыс үндестігі бойынша қате сөйлемеу үшін не істеуіміз керек? Ол үшін өзім білетін біраз мысалдар келтірейін. Қатаң Қ, К дыбыстарынан кейін дауысты немесе үнді және ұяң Ж, З, Д дыбыстарынан басталатын сөз я қосымша келетін болса, Қ, Г болып, К, Г болып айтылады. Мысалы, Ағырыс, Ағнұр, Ақжан, Ақдәулет, Бегайдар, Бекзада, Бегнұр. Менің сыныбымдағы Ақнұрдың өзі де атын Ақнұр деп айтады ғой. Сен оған қате сөйлемеу керектігін түсіндір. Жоғарыдағы мысалға керісінше, қатаң дауыстыларға аяқталған түбірге Г, Г, Б дыбыстарынан басталатын түбір тіркесетін болса, Г, Қ-ға, Г, К-ге, Б, П-ға айналып айтылады. Мысалы, Сәтқали, Ақгүл, Жеңіспек, Отбасы, 75. Н дыбысына аяқталатын сөздерге Б, П дыбыстарынан басталатын қосымша немесе сөз тіркесетін болса, Н дыбысы М болып өзгеріп айтылады. Мысалы, 11, 15, дүйсенбі, сенбі, күнпарақ. Мен осы күнге дейін 11, 15 деп қате айтып санаппын ғой. Н дыбысынан кейін Қ, К, Г, Г дыбыстары келетін болса, Н, ың болып айтылады. Мысалы, оң ғой, күн көру, нанға бару, дүкенге бару,
з, с дыбыстарын аяқталған сөздерге ш дыбысынан басталатын қосымша жалғанса, ш болып айтылады. Мысалы, теңізші, кеңесші, жұлдызша, орысша. Аға, мұндай заңдылықтар әлі көп пе? Мынау соңғысы. С дыбысынан кейін с дыбысы келсе, с болып дыбысталады. Мысалы, көзсіз, тұзсыз. Вики, бері кел. Мұнда келе ғой. Қайталайық. Дыбыс үндестігі. Сөз бен сөздің, түбір мен қосымшаның арасында қатар келген дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, дауыссыз дыбыстың көрші дыбыспен өзара үндесіп айтылуын дыбыс үндестігі дейді. Мысалы, Вики, бері кел, немесе басшы болып айтылады. Кейде сөздер дыбыс үндестігі бойынша жазылады. Мысалы, құлағым, жүрегім, добым. Қатаң қ, к дыбыстарынан кейін дауысты немесе үнді және ұяң ж, з, д дыбыстарынан басталатын сөз я қосымша келетін болса, қ, ғ болып, к, г болып айтылады. Мысалы, ағырыс, ағнұр, ақжан, ағдәулет, бегайдар, бекзада, бегнұр. Қатаң дауыстыларға аяқталған түбірге ғ, г, б дыбыстарынан басталатын түбір тіркесетін болса, ғ, қға, г, кге, б, пға айналып айтылады. Мысалы, Сәтқали, Ақгүл, Жеңіспек, отбасы, 75. Н дыбысына аяқталатын сөздерге Б, П дыбыстарынан басталатын қосымша немесе сөз тіркесетін болса, Н дыбысы М болып өзгеріп айтылады. Мысалы, 11, 15, дүйсенбі, сенбі, күнпарақ. Н дыбысынан кейін Қ, К, Ғ, Г дыбыстары келсе, Н ың болып айтылады. Мысалы, оң ғой, күн көру, нанға бару, дүкенге бару. З, С дыбыстарына аяқталған сөздерге Ш дыбысынан басталатын қосымша жалғанса, Ш болып айтылады. Мысалы, теңізші, кеңесші, жұлдызша, орысша. З дыбысынан кейін С дыбысы келсе, С болып дыбысталады. Мысалы, көзсіз, тұзсыз. Дыбыс үндестігіне берілген тапсырмаларды орындап көрейік. Суреттегі заттардың атауын үш жақта тәуелдеп айтып көр. Тәуелдік жалғау жалғанған кезде түбір сөздері қандай өзгеріске ұшырады? Өзіңді тексер. Күшік түбір сөзіндегі К дыбысы Г дыбысына айналды. Менің күшігім, сенің күшігің, оның күшігі. Доп түбір сөзіндегі П дыбысы Б дыбысына өзгерді. Менің добым, сенің добың, оның добы. Тауық түбір сөзіндегі Қ дыбысы Ғ дыбысына өзгерді. Менің тауығым, сенің тауығың, оның тауығы. Жарайсың, сенің жауабың айтылған жауаппен сәйкес келді деп ойлаймын. Ақиқат па, жалған ба ойынын ойнап көрейік. Қосымшалардың жалғануы ақиқат па, жалған ба, анықтап көр. Өзіңді тексер.
Жарайсың. Тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта сөздерді дыбыс үндестігіне сәйкес айтуды, сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айтуды үйрендік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.